Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге барлығы сүйіп жейтін картофель фриді жасап көрсетемін. Фри дайындау үшін картошканы алып, қабығын аршып, тазалап жуып аламыз. Сосын осылай турап шығамыз. Картошканы турап алдық. Енді осы картошканы қатты қызып тұрған майға салып, пісіріп аламыз. Фри пісіп шықты. Енді осыған осылай ыстық күйінде тұз сеуіп алуымыз керек. Осылай барлық картошкамызды қуырып аламыз. Біздің фрилеріміз дайын. Өте оңай, тез жасалынады және өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Сіздермен болған Сара. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.